Сәлем достар, бүгін біз сіздермен наурыз көже дайындайтын боламыз. Ол үшін менің арнама тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүрленген ет қажет болады. Одан кейін 7 түрлі дәнді дақыл. Бірінші арпа, бидай, тары, ақ фасоль немесе кей жерлерде лобия деп аталады, жүгері, маш, күріш, құрт және ең соңғысы айран. Ең алдымен газге кастрюльге салқын су құямыз. Оның үстіне қазы, ет және сүйектерімізді салып, бетін жауып қайнағанша күтеміз. Біздің етіміз қайнап шықты. Енді кезекте еттің бетіне шыққан көбіктерді сүзгішпен аламыз. Сонда біздің сорпамыз мөлдір тұнық болады. Біздің етіміз пісті. Мен 2,5 сағатқа піскенше қайнатып қойдым. Жақсылап қайнап піскеннен кейін еттерімізді сүзіп аламыз. Және сорпаны да сүзіп алуды ұмытпаймыз, себебі сүйектерден майда жаңқалары түсуі мүмкін. Мен 2 рет сүзіп алдым, сонда сорпамыз мөлдір болып шығады. Сорпаны сүзіп алғаннан кейін ең бірінші арпаны салдым, себебі ең ұзақ пісетінен бастаймыз. Құрттың үстіне ыстық сорпа құйып, 1 сағатқа қойып қойдым, сонда құртымыз жұмсарып, жақсылап езілетін болады. Менде арпа жарты сағат қайнады, міне осылай толық пісуі керек. Содан кейін оның үстіне машты салып, және 20 минут қайнауға қоямыз. Бізде маш 20 минут қайнады. Осылай жарыла басталған кезде үстіне күрішті саламыз. Одан кейін бидай, жүгері, ақ лобиямызды мен алдын ала пісіріп алдым, себебі олар ұзақ уақыт пісетін болғаннан кейін уақытты үнемдеу үшін осылай пісіріп, үстіне салып, бірге қайнатамыз. Біздің дәнді дақылдарымыздың барлығы пісіп болғаннан кейін оның үстіне тары салатын боламыз. Тары өте тез пісетін болғаннан кейін 10 минут қана қайнатамыз. Біздің наурыз көжеміз дайын болып қалды. Енді оны көже құятын ыдысымызға құйып аламыз. Көжеміздің үстіне алдын ала ұсақтап туралып алған етімізді қосамыз. Енді көжемізді кесеміздің үстіне құйып, үстіне қалауыңыз бойынша айран немесе езілген құрт салып, бетіне қазы қойсаңыздар да болады, немесе сіздерге ұнайтын болса, ішіне турап салсаңыздар да болады. Енді осылай дастарханымызға ұсына береміз. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.